Әжемнің баласымын. Бұл еңбегімді әжем Зейнепхан Ермұхамедқызына арнадым. Әлі есімде. Өткен күннің қызығын кім ұмытсын? Атам мен әжемнің ақылды тентегі қызығы болған соң олар мені ерте жастан кітаппен достасуыма тікелей ықпал етті. Біздің үйге газет пен журналдың түр-түрі келетін. Көрші үйдің балаларына мақтанып, әжемнің пенсиясы өтте көп болғаны соншалық поштаға барған сайын тек газет журнал әкеледі дейтінмін. Кішкентай кезімде сол көп басылымның бірінің тілін түсінсем, кейбіріне мүлде тісім батпайтын. Әжем: "Елдосжан, айналайын, менің көзім көруден қалып барады. Мына журналда не жазылған екен? Оқып берші" деп өтінгенде, айтқанына мақұл деп тапсырмасын орындаймын. Бұл іс күнделікті әдетке айналды. Шыны керек, не оқып отырғанымды өзім түсінсемші. Сол кезде ішімнен осы газеттер не жазады? Адам тілін тіпті түсінбейді деп ішімнен өз-өзіме бұрқылдап алатын едім. Бір күн сабағым ерте аяқталып, мұғалім үйге жіберген соң, әжемді күтпей-ақ үйге тарттым. Әдетте мені сабақтан үнемі әжем алып қайтатынды. Үйге келсем, есік алдындағы арбаға көк көрпесін жайып алып, әжем газет оқып отыр екен. Қақпаны аша салып көргенім осы. Ай келіп аңырайын, жерге мектеп киіммен жата қалып, жер тепкілеп жылайын. Әжем жүр қалбалақтап, не деп жұбатарын білмей. Сол жолғы менің көз жасым шын жас еді. Көзімнен пора-пора ыстық жас тамып, топырақ құммен араласып, бетімнің айғыз-айғысын шығарыпты. Дәл сол кезде өмірімде алғаш рет үлкендердің өтірік айтқанын сезінсем керекті. Әңгіме бұнда емес. Менің аңғалда пәк ниетімде болып тұр емес пе? Әжем: "Ботам-ау, өзің білесің, менің көзім көрмейді ғой. Мен мына газеттің ортасындағы суреттерді қарап отыр едім" деп қолығын асырып, мені жұбатып бауырына басып үлгерді. Қарасам, расымен айқара бетке көлдей суреттер басылған екен. Осыдан кейін әжеме тағы да қызмет көрсетіп, газет журналын мұқият оқып жүрдім. Кейін екеуміз бірігіп, үлкен кітаптарға ауыз сала бастадық. Не бір қызықты, тамаша кітаптарды әжем ұсынады. Мен ждағатпен оқимын. Атам мазмұнын тәптіштеп сұрайды. Міне, біз осылай өстік. Біздің балалық шағымыз осылай өтті. 9-шы сыныпты бітірген шағымызда есейіп, бой түзеген кезіміз. Бірде дастархан басында әжемнен: "Әжетай, айтыңызшы, осы сіз қазірде кітап оқисыз. Көзіңіз қалай көріп кетті?" деп сұрадым. Әжем асықпай, аптықпай шайын сораптап ішті де, маған бір, анама бір қарап: "Құлыншағым-ай, сенің доп қуар, жалаң бұт емес, кітаппен дос болар зейінді болғаныңды қаладық. Марқұм атаң екеуміз сені осылай алдап кітапқа басыңды иіп едік. Енді сен оқымаған кітап, сен оқымаған журнал болса, оны өзің қарарсың. Біз саған өмірлік рухани азықтың жолын нұсқадық. Талғамыңа қарай таңдап көрерсің, оқырсың, тоқырсың" деді. Одан кейін дастархан басында 5-10 минуттық өлі тыныштық орнап, ешкімде ләм-мим деп тіс жармады. Өмірден көргені мен түйгені мол, бетімдегі әжімнің қатпарындай тағдырдың тезінен өткен Зейнепхан әжем шүйкедей ғана кемпір болса да, менің өмірлік ұстазым болды. Айрықша айтарым, мені тек кітап оқуға ғана емес, өз ойымды қағазға түсіруге де баулыған бапкерім әжем. Жазуға деген құмарлығымды арттырған, әдебиетке деген сүйіспеншілігімді оятқан ақ жаулықты ардағым менің. Қасиетіңнен, қадіріңнен айналдым. Бүгін шығармашыл жас қаламгер ретінде бір биікке жетсем, әуелі әжемнің, кейін осы газет пен журнал, кітаптың арқасы деп ойлайым. Ендеше осы еңбегімді өзіңе арнадым, аяулы аға әжем. Мектеп бітірген соң, туған жерім Жетісудан жырақта жатқан ұлы Торғай даласына оқуға бардым. Ыбырай ата атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының студенті болып оқуға қабылданған сәтімнен бастап, әжемнің: "Балам, оқыған адамға ғана дүние жарық болмақ, жарық сәулеңнен адаспа" деген ұлағатын өмірлік ұстанымға айналдырдым. Сонда өз тәжірибемнен анық байқағаным, кітап оқу адамның дүние танымы мен ақыл ойын, көз қарасын өзгертіп,
қатарыңнан әлде қайда есейтеді екен. Әжемнің баласымын. Әлі күнге дейін ауылға барсам, мойнына асылып еркелейм. Маңдайымнан өпкен, ешқашан қағып көрмеген. Тәттілерін мен үшін сақтап, мені тағатсыздана күтетін асыл бәйтерегім. Мәуелі де алып шынарымның кеудесінде ботасына деген зор сағыныш пен махаббат ұялағанын білем. Онысын жүзінен ақ байқап, сезініп отырам. Кейде бала болғым келеді. Қадірлі менің жас досым, қолына қалам ұстаған әрбір жас қаламгердің бақыты жазған дүниесінің оқылып, оқырманның жылы қабылдағанында. Мен әдебиет әлемінің есігін имене енді ашып келе жатқан жас қалам иесімін. Сенің назарыңа ұсынып отырған осы еңбегім көркем әдебиет саласындағы менің тырнақ алды тұңғышым. Қазіргі уақытта қазақтың өзіндей заманауи ұрпағына қандай дүние жазуға болады деген сауалдың төңірегінде ізденіп, шығармашылық тұрғыда өзімді өзім жетілдіру үстіндемін. Біз болашақта тағы да қауышатын боламыз. Әзірге ұсынарым осы. Қабыл ал. Елдос Тоқтарбай.